Президент жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі комиссия саяси мемлекеттік қызметкерлердің істерінде қарайтын болады. Комиссияның жаңа форматтағы бірінші отырысын ашқан мемлекеттік хатшы осылай деп мәлімдеді. Бұған дейін комиссия тиісті нормалардың болмауына мұндай лауазымды тұлғалардың ісін қарай алмай келді. Енді мұндай өзгерістер нормативті базаға енгізіліп жатыр. Яғни комиссия өңірлік және орталық орган басшыларының істерінде қарай алады, деді мемлекеттік хатшы. Жалпы отырыста екі мәселе қаралды. Олар білім жүйесі мен Ақтөбе облысындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі. Білім жүйесінде қаржы қымқыру азаймай тұр. Былтыр 221 қылмыстық іс қозғалса, биыл 5 айда 125 іс тіркелген. Ал Ақтөбе облысы жемқорлық көрсеткіші бойынша 3-ші орында. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты істердің 60%-на түрлі деңгейдегі әкімдік өкілдерінің қатысы бар. Осыған байланысты өңірдегі департамент басшысы орнынан кетеді, деді экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің жетекшілігі. Если в 2012 году органами финансовой полиции... 2012 жылы қаржы полициясы Ақтөбе облысының түрлі деңгейдегі әкімдік қызметкерлеріне қарсы 32 қылмыстық іс қозғаса, 2013 жылы мұндай қылмыстар саны 67-ге жеткен. Ал биыл тек бірінші тоқсанда 21 іс тіркелді. Қазір бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша Ақтөбе облысы бойынша қаржы полициясы департаментінің басшысын орнынан босату мәселесі қаралып жатыр. Ол орнынан босайтын болады деп сендіремін.